Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін бізде тағы да бір газель. Бұл жерде істейін деп отқанымыз бірінші ремонт печканы жөндейміз. Печканың мотор шегінен бастаймыз. И сосын мына тұрған торпеданың астындағы проводтардың бәрін по порядкам орнына қойып шығатын боламыз. И сонымен негізі міне осы жерде бір затты түсініп алған дұрыс болады. Егер сізде торпеда шешіп осындай жағдайлар кездесіп жатса, міне мына тұрған пластмасс бар ғой, мына тұрған пластмасс. Осы пластмасстың үстінде осы кассапроводтың бәрі оратылып тұрады осында. И мына уклон кеткен жағы бұл міне мына жақтан басталады. Ал мына рогатканың басы сияқты екіге айыр кеткен жағы міне біреу мына жаққа қарай кетеді, біреу сосын былай қарай кетеді. Вот осы заттарды мән беріп есіңізде ұстаған үшін болады. Так, сосын мына жерде тағы да бір айта кететін мәселе. Так, EUR қондырылған. EUR бірақ ол жұмыс жасамайды. Давным-давно ол жұмыс жасаудан қалған. Бізде келесі мәселе осы EUR-ты шешіп тастап, өзінің зауыттық нұсқасына келтірейін деп көреміз, егер келетін болса. В общем, мәселе осылай жалғасуда. Так, сосын мына жақтағы тұрған мына қиқымбайлардың бәрін шешіп, кесіп, бәрін өзінің зауыттық орнына. Сосын өткендегі видеороликте көрсеткен дальний ближнейге релені қалай жалғаймыз. Бүгінгі видеоролик бір жағынан осы жөнінде де болады. Мына карбюратор жағында шешіп алатын боламыз. Мына катушканың тоқтары, моторный отсектің тоғы бәрін, в общем, түгелмен восстановить етіп. Так, сосын мында тұрған блок передохранительдікке жаңасын салып жіберетін боламыз.